Ассалаумағалейкум, арнамызға көз тіккен ардақты ағайын. Амансыздар ма, ардақты әлеумет? Қазақстан Шымкент арнасында Ақтолғай бағдарламасы басталды. Бағдарламаның тізгіншілері әдеттегідей мен Гүлжауһар Ахметқызы, әріптесім Кенжехан Дүйсенбі. Бағдарламамыздың бүгінгі мейманы 14 жасынан қолына домбыра алып, ақындық, киелі өнерді, жыршылық өнерді бойына кәсіп еткен Мақтаралдың тумасы, бұл күнде 70 алқымдаған қария, сол ауданның құрметті азаматы Ораз қожа Бекахметов мырза. Қош келіп саға. Рахмет айналайын. Ата жалпы ауылыңда қарт болса, жазып қойған хатпен тең дейді ғой. Енді мынау көпті көрген, көңілге түйген, айтар көпке ақылы бар деп өзіңізді студиямызға, Ақтолғайға арнайы алдырып отырмыз. Рахмет айналайын. Жалпы бала кезден өнерге жақын болып өстіңіз, құмар болып өстіңіз, е? Өйтпеске амал бар ма? Әкеңізден берілген бір қасиет қой бұл. Әңгімені осыдан бастасаңызшы. Өнер қайдан келді өзіңізге, содан бастасаңыз қария? Рахмет. Өнер бірінші Құдайдың берген өнері шығар, шырағым, қазақша айтқанда, екінші әкемнен келді. Өйткені менің әкем 1894 жылы туылып, 1979 жылы қайтыс болды. Алла рахмет, пайғамбар шапағат қылсын. О кісі халықтың айтуына қарағанда мына діни терең сауаты бар кісі еді. Сонсын ол тек қана молдалық емес, мына шығыстың үлкен адамдарлығын барлығын білетін. Анау Қожа Ахмет, Югнеки, Хафиз деген сияқтылардан бастап бері қарай Абайға түсіп, онан Ахмет атамызға, Мержақыпқа, Шәкәрімдерге сол кісілердің жас кезде өлеңдерін жайлап отырып айтып отыратын еді. О күнде мен жас уағым, ол өлеңдер кімнің өлеңі десем, о кісі айтпайды. Мен оны білмеймін, сөйтсем, мен білмейді екем, о кісі білет. Халықтың жауы болып, о кісілер ақталмаған, мына балама зиян тиеме деп жүреді екен. Кейін бұл кісілер аманшылық болса, шырағым дүние өзгеріп тұрады, жарыққа шығады, баспадан кітаптар аманшылық болса шығады, сонсын өзің оқып біліп аласың деп жүретін. Сөйтсем, кейін баспадан шыққансын, о кісілер ақталып, мен енді мына Шәкәрім атамыздың, Ахмет атамыздың, Міржақып атамыздың жинақтары шыққансын барлығын бір-бір аралап көрдім. Сөйтсем, о кісінің айтып жүрген көп өлеңі, Ахметтің өлеңі, Шәкәрімнің өлеңі, Міржақыптардың өлеңі екен. Сол бірінші Құдай, екінші сол кісінің сол қанынан азғантай ауысып деген бір неме бар шығар балам. Енді 14 жасыңыздан бастадыңыз, әкеңізді үлгі тұттыңыз, әр бала өз әкеден әкі көрген оқ жонар, шеше көрген томпішер дейді ғой. Иә. Бірақ енді алғашқы ұстазыңыз, өзіңіз елік деген азаматтар болды ма? Болды балам. Менің ұстазым Қайым-Назар Айтбенов деген аталарыңыз болды. Жаңылыспасам, о кісімен көрші тұрдыңыздар. Көрші тұрдым. Иә, ақын о кісі 1900 жылы туылып, 1995 жылы өтті. Дүниеден 95-96-ға қарағанда. Алла рахмат қылсын, пайғамбар шапағат қылсын, о кісіні менің әкемден кейінгі тәрбие берген кісі осы кісі болды. 30 жыл осы карияның көлеңкесінде жүрдім балам. Екінші бір айтатын әңгіме 20-дан асып 21-22 келгенімде нәсіп болған шығар, Ақын Нартай аталарыңның шәкірті Құтбай Қожа дейтін аталарыңыз болды. Бұл кісінің өмірі Өзбекстанда өтті, көп өмірі. Мынау сол кісінің мұрасы, 20 жылдан астам қолын ұстаған, маған мұра болып қалды. Жолдасының өсиеті бойынша алмайым десем де берді маған осыны, сіздің атаңыздың мүлкі. Бұл кісі маған өкіл әке болып кеткен кісі еді. Сондықтан аталық жолмен қалды. Қош, айтайын дегенім, мынау бір жерден оқып көргенім бар, балам. Шәкен Айманов ағамыз айтқан екен, мен Шәкенмін деген сөзім емес, Шейін ағамызбен тадырлас екенімді айтам. Мен кейбір кісілер сияқты университет, институт бітірген кісі емеспін. Менің өмірдегі университет, институттың Бейімбет Майлынтікі болды, Ғабит Мүсіреповті болды деген екен. Мен де сондай болып қалған адаммын, шырағым. Әкем үлкен сауатты молда болған менен, молданың баласы молда боламайды екен, нәсіп болмаса, соны маған азғантай өнер нәсіп болып, осы әкемден кейін әуел Құдай екі ел сыйлаған қараның қанындай болған ағаның тәрбиесімен қалт-құлт өтіп зорға жүрген адаммын, шырағым. Я ескіні, я жаңаны мәзғымаған адаммын мен.
Құтбай Дұрбаевтың домбырасы сіздің аманат етіп қалдырды, сіздің жаныңызда, сіздің шаңырағыңызда, 20 жылдан бері сақтаулы. 40 жылдан астам, 46 жыл болды. Енді аға, ол кісімен сіз алыс жақын шетелдерде, біраз елдерде болдыңыз. Енді ол кісі өнерлі азамат болды ғой. Таңды таңға ұрып жыр айтатын сол кісінің жанында жүрдіңіз. Жалпы мынау Өзбекстанда болдыңыз, жалғызбасам. Сол жақтағылар біздің мынау қазақтың төл өнері дейміз ғой, қалай қабылдайтын? Қазірде байланыс бар ма сол мемлекеттермен? Менің білуімше Құтбай атаңызбенен, марқұмменен мен шетелге, о күнде шетел емесе, енді әзір шетел болды ғой қазір. Өзбекстанның нәсіп қылған біраз жеріне апарды балам. Екінші әңгіме, мынау орыстарда бір сөз бар ғой, ерге жейлі адам, алып адам туралы әділ сөзді айта алмайды, айтам деген мен. О кісі жөнінде әділ сөз айту менің қолымнан келмес. О кісі үлкен адам. О кісі, бұл кісілер менің ұстаздарым, балам, қай жағынан болғанда да алып адамдар еді. Олардың өнері де үлкен кісілер еді. Дәулеті де үлкен, ақылы да үлкен, жасы да үлкен. Екеуі де әкем қатар кісі болатын жас жағынан. Сондықтан біраз жерге, нәсіп қылған жерге алып барып, сөйтіп жүрді. Тәрбиесін азды көпті алып қалдым балам. Қария, енді мына домбыраға бір тоқтала кетейікші. Өзі жәдігердей қылып жаныңыздан тастанбай, осы уақытқа дейін алып жүрген серігіңіз екен, былайша айтқанда. Бұл домбыра қазіргі домбыраларға ұқсамайды. Осы жайлы бір тоқталып кете аласыз ба, Қария? Неден жасалған? Қандай ерекшелігі бар бұның? Бұл домбыра, жаңа айттым ғой, Құтбай аталарыңыздың 20 жылдан астам ұстаған мүлкі балам. Қанша жыл болып қалды сода мынау? Қанша жасар? Бұл домбыраға 66-ға келді бұл. Бұл 53 жыл жазылған, міне ерде Өзбектің ұстасы, ұста Осман деген кісі менен естелік деп 53 жыл деп көрсетіп жазып қойғанына, білдіңіз? Қазір 46 жыл болды менің қолымда тұрғанына. Бұл енді Өзбектің стилінде ме? Өзбектің стилінде, Өзбектің ұстасы істеген мұны. Ана кісінің дауысына лайықтап, Құтбай аталарыңыздың айтуына қарағанда, бұл кісі үлкен ұста екен. Өзінің дәуіріндегі Өзбекстандағы. Бұл кісіні мен өзімде көрдім, 73 жылы барып амандасып сәлемдестім. Қазір енді Алла рахмет қылсын, қайтыс болып кеткен шығар, сол күнде 80-ден асып қойған кәрия кісі еді. Өзінің айтуы маған о күнде ұсталар аз екен, мына саз аспабын жасайтын мамандар аз. Ақын бабай, Ақсақал қаяқтан бір жақтан алдырып, Ташкентке алып келіп, сол кісі мені нағылды деп сөйтіп отыратын шырағым, сол домбыраның тарихы. Ағай, ата енді мынау жыраулық өнерге келсек, жыраулық өнерге деген қазіргі қазақтардың сұранысы қандай? Қазіргі қазақтардың балам бұрынғылар айтқан ғой, қара жерді жамандама, кіретұғын үніңді, көпшілікті жамандама, көп табады мініңді деген сөз бар атамыздан қалған. Мен елге топырақ шашуға қолымнан келмейді, ондай құқықты маған ешкім берген жоқ шығар. Елдің ішінде жақсы тыңдарман, жақсы кәрия, жақсы өздеріңіздей азаматтар, азаматшалар бар балам. Бірақ менімше, біз жүрген уақыттағы деңгейден төмендеме деп ойлаймын. Өзім жеке пікірім. Не себеп ол? Өзіңіздің пікіріңіз? Оның енді себебі екенін білмеймін ғой. Мына заманның эстраданың несіне байланысты ма, жаңа болмаса өнерпаздар көбейіп кетті ме әйтеуір. Осындай ма деп ойлайды, дегенменен тыңдаусыз қалып жатқан жоқ. Жалпы жастардың ұмтылысы, өзіңізде жаныңызға ертіп жүретін шәкірттеріңіз бар. Атын атап түсін түстеп айтып өтсеңіз, ол кімдер еді? Және бұл өнерге деген бүгінгі жастардың, жас буынның қызығушылығы, көзқарасы қандай? Менің Құдайға шүкір, маған шәкірт, осы кісі менің ұстазым деп жүрген, екі шәкіртім Сыпатаев Жақып деген жігіт. Екіншісі Бәйімбетов Құланбай деген азамат. Тағы да бір-екі балалар бар. Олар енді бұларда емес, шынын айтқанда сыртымнан пәленше ата біздің ұстазымыз деп жүреді екен. Мақұл, мен енді ұстазым деп мені таныса, мен ұстаз емеспін демей қояйын. Құдайға шүкір, менің бұл шәкірттерімде о биіктерге көтеріліп қалды. Ол мен үшін үлкен мақтаныш балам.
Бұрын кореялардың айтуына қарағанда жөн-жөбе білетін адамның басындағы бағын, дәулетін санаулы кісілер қызғанбайды дейді балам. Бірінші ата-анасы өзінің перзентінің жұлдызының жоғары болғанына қуанады. Екінші ұстаздары қуанады. Өзінің шәкірттерінің биіктен көрініп, сөйтіп жатқанына. Сондықтан мына менің екі балам, әрі шәкіртім, бұлар мен үшін үлкен қуаныш. Құдай осыларға өмір берсін деп тілеймін. Енді қария, өзіңіздің 2 ұл, 5 қызыңыз бар, Құдайдың берген немерелері бар, шөбіреге жақындап қалды дейсіз. Құдайға шүкір. Мына өзіңіздің бел ұрпақтарыңыздан осы өнерге қызығып, домбыраға қызығып, болмаса кәдімгі жалпы эстрадалық болса да өнерге қуғандары бар ма ішінде, өнер қуғандары? Бар балам. Мынау сіздерден үлкен бе, кіші ме? Алматыда Бауыржан Бекахметов деген бала бар. Талай байқаулардың жүлдегері. Сазгер. Бұл Бауыржан менің кенже балам. Өтеген деген балам бар, 66 жылға. Баяғы Мұңайма Үрбейбі деген әнді шығарып, менің жолдасым марқұм Әлібек Мейірбеков жазып еді сөзін. Соған менің жаңа өтеген деген балам ән шығарған. Осы балалар менің қазіргі өнерімді шамалы нағып жатқан. Көңіліңіз босап, көзіңізге, жанарыңызға жас келіп отқанына қарағанда жаңа енді ұстаздар жайында әңгіме қозғағанда осылай болды. Ұстаздарыңыз есіңізге түсті ме? Ұстаздарым есіме түсті. Содан кейін де көңіліңіз босап отыр ғой. Көңілім босап, қуаныштық шырағым, кешіріңіздер. Дұрыс екен. Қуаныш бір жағы, қуаныштық ана кісілердің әруағын сыйлап. Иә, дұрыс екен. Мынау енді сіздің өмірден көрген түйгеніңізді жазған өзіңіздің кітабыңыз. Бір емес, 2-1 кітабыңыз бар, иә? Жаңылыспасақ. Бұл кітаптардан оқырман нені іздеуге болады? Нені оқиды? Не ала алады деген ғой? Иә. Менің ойымша, оқырман егер қажет етіп жатса, балам, мен жаңа айттым ғой, мұнан бір мектеп мәдресесін бітіріп, қыр-сырын толық меңгерген адам емеспін, балам, бірінші. Екінші, сонда да болса, жақсылы жаманды ел ішінде жүргенсің, ел сыйлап жүрген кәрия болғансың. Өстіп айтып жататын еді ғой, әлгі айту атаға міндет, тыңдау балаға міндет, айтпаса қарт кінәл, тыңдамаса жас кінәл деп, білген нәрсені жастарға айтып қою керек шығар. Өйткені біз жас мемлекетпіз. Біз етек жеңімізді менімше енді жинап жатқан. Солай ма? Тарихымызды, салтымызды, санамызды, дәстүрімізді, тілімізді деген. Соған менің мемлекетіме, еліме, халқыма, жастарыма бір кішкентай пайдасы тиер ме екен, осыны оқыса, керегін алар ма екен деген ниетпен жазылған дүниелер балам бұл. Елбасының өзі сізді таниды. Бұлай деп айтуымызға дәлел бар. Сіздің батаңызды алған, иә? Алған. Мақтаралға барған уақытта ол кісімен дидарластыңыз, батаңызды бердіңіз. Сол уақытты бір есіңізге алып көрсеңізші, ата, қандай кез еді? Ой, ол бір тарихи сәт болды, балам. Мен бір ініміздің үйінде қонақтап отыр едім. Сол үйге аудан басшылары, онда Омарбек Нұржанов деген кісі бізде әкім еді. Сол кісі мені іздетіп сөйерге жіберіпті. Ақсақалды ағамызды алып келіңіздер деп. Сонсын барсам қарап отыр екен. Иә, Омеке, жайша шақырдыңыз ба деп едім. Аудан басшысы айтты, ақсақал бір тарихи сәт болайын деп жатыр деді. Бүгін ертең елге қыдырып, елбасы келмекші. Сол кісіге біздің мына Мақтарал ауданының 300 мыңнан астам халқының атынан бір ақсақал бәте беру керек екен. Тәртіп солай екен деп сөйдеді. Соған біз үлкен кіші болып, ауданның кәриясы, жасы, кәрісі болып, мәслихат болып, басқа болып, ақылдасып, сізді ұйғарып отырмыз деді маған. Сонысын мен айттым, айналайын, Омеке, рахмет. Мына атамыздан қалған сөз бар ғой, әулиеге шырақшы табылмай ма дейді қазақ. Ауылда 80-нен асқан, 90-нан асқан үлкен кісілер бар, біз атаның жолын кеспейтін, ағалдың да бөспейтін халықтың ұрпағымыз ғой, қарағым. Сол кісілерге айтыңыз деп едім, жоқ, біз оған көнбейміз Қожеке деді. Біз солай бекітіп қойдық деді. Соған сіз нағыласыз. Бұл жарайды қайтем енді, көнбесең мақұл онда деп. Соған дайындық жасадық. 1 мамыр күні ол кісі келді. Ол кісілер мені шығарды. Сонымен Құдай аузыма салған ақ батамды бердім, рахметін айтып кетті. Бата дегеннен шығады. Қазіргі
аталарға жұртты қайда мен өкпелімін. Көбі бата бере алмайды. Иә, мынау 70-ге келсе де 100 граммнан ары бері кете алмай, бас қосылса базардағы өсек аяңды сөз қылатын. Сондай былайша айтқанда, елдің ішінде қасиетсіз шалдардың қатары да жоқ емес қария. Мына өзіңіздің құрбыларыңыз да болар, 70-тен асып қалған апаларымыз да сирекшасын селдіретіп, омырауын ашып алып, жас қыздай қылмыңдайтындар да жоқ емес. Сол қатарларыңызға, құрдастарыңызға не айтар едіңіз қария? Мен балам тағы да айтам, өз басым елге топырақ шашпайым балам. Менімше ондай құқықты маған ешкім берген жоқ шығар. Жеке пікіріңізді? Жеке пікірім, әрине атам қазақ айтқан, балам қой ақсағымен мың болады деп. Ел болғансын болады. Оны көріп жүрміз. Өзіміз қазақша айтқанда күріш су көтеретін жерде білгенімізді айтып жатырмыз. Өзімізге де жетерлік кейде жетіп, кейде жетпей жүрген ақылымыз бар. Бірақ жаңылғанның жанындағы білет, айналайын, адасқанның артындағы деген, мына нәрсе сәл қолайсыз. Әлігі жұртты тәрбиелейтін адам, әуелі өзі тәрбиеленген болу керек деген сөз бар. Деген мәселелерді айтамыз. Екінші әңгіме, бұрынғылар айтқан шырағым, биіктің не керегі бар, басында бұлағы болмаса, бұлақтың керегіне жағалай шыққан құрағы болмаса, құрақтың керегіне мал жайлар тұрағы болмаса, кәрияның керегіне өткен тарихты білгенше кейінгі жастарға жеткізіп беретін құлағы болмаса, қолын ұстап жүрген Құраны болмаса деген. Менімше осы нәрсеге амал қылу керек. Жоқ, жалпы оларға үлгі болатын аға буын емес пе? Сіздің де ауылда ізіңізден ерген 60-тағы қариялар, 50-дегі қариялар бар. Соларға ауыз ашарда, жиындарда, жұма намаздарда бір мәміле қылып тұрасыздар ма? Сондай ақыл айтып. Мәміле қылып, тағы да айтам, балам күріш су көтеретін жерде айтып тұрамыз. Неге атам қазақ айтқан, үгітті ұққанға айтыңыз, ақылды жұққанға деп балам. Біз соның шамасын байқайтын адам, біз 70-тен асып баратқансын, кімге сөздің даритынын, кімге дарымайтынын байқаймыз балам. Енді мынау сөзі дариды, сөзі елге өтеді, құлаққа сіңеді деп өзіңізді бағдарламаға арнайы алдырдық қой. Қарияның сөзі биліктің көзіріне айналатын күн қашан туады екен дейміз. Кезінде шынымен бір ауыз сөзге тоқтаған халық едік. Қазіргі мынау ақсақалдар қауымы дейміз, мынау ауылдағы жаңағы алқалар дейміз, жаңағы қариялардың басын қосатын, жастарға үлгі айтатын, осы қариялардың шын мәнінде қазіргі сөзінен бүгінгі жас үлгі ала ма? Әйтпесе сол бір ауыз сөзге тоқтай ма деген сауал туындайды ғой ата. Менімше елдің ішінде үлгі алатын қария да бар балам. Үлгі ала алмайтын кісілер де табылады. Сөзге атам қазақ, жаңа өзіңіз айтқандай тоқтап үйренген халықтың ұрпағымыз ғой. Тоқтайтын да бар. Елшілік болғасын тоқтамайтын да бар. Оны көріп жүрміз. Мынау Тұрмағанбет атамыздың, марқұмның ізділеудің Тұрмағанбет дейтін атамыздың бір айтқан сөзі бар балам. Сөйлеуге сөз таптым, тыңлауға құлақ таппадым. Менімше ол жақсы сөз емес, солай ма? Тыңдайтын құлақ болса, айтылатын ақылда көп дейсіз ғой. Енді қария жалпы өмір сізді бір аймақтың бетке ұстар қариясы болмасаңыз, ол елбасыға бата беруге әкімнің өзі келіп арнайы ұсыныс жасамас еді біріншіден. Жалпы елдің ішінде жүргесін елші даудамай да болады, ағайын жекжаттың арасындағы болмаса бір жанұяның арасындағы жағдай, бір дауға араласқан кезіңіз болды ма? Ұсыныс жасап, соған барып, ақылыңызды айтыңыз деп. Болды балам, мынандай жағдайлар көп. Мысал келтіре аласыз ба? Көп әңгіме ғой. Болады балам. Бір-екеуін. Иә, мынау жаңа өзіңіз айтқан елдің ақсақалы, кәриясы деп кейде кеп жатады. Кейде түнде, кейде ерте, кейде не кеш дегенде. Соны шамамыз келгенше барған жерде қазақша айтқанда балам, біз енді өмірдің көбігі өтіп, азы қалған, көңілдің жазы кетіп, күзі қалған адамдарымыз. Құдай сіздерге өмір берсін, бізге Құдай абыроймен жасатсын балам. Тағы да қазақша айтқанда жататын жер жалғыз, баратын жер қараңғы балам. Құдайдан қорқамыз, бәндеден ұяламыз. Сон келген азамат бір үміт қылып келетін шығар, енді осы кісіге барсақ бір құдайлық сөзін айтама, бір түзу сөзін айтама деп келеді ғой. Ол сөздер әйтеуі қазір Құдайға шүкір, Құдайдың берген абыройы шығар, балам мақтаныш болмасын. Барған жерде әйтеуір сіз неғып келдіңіз деген әңгімені естігеніміз жоқ.
Әлі бұрынғылар айтқан биіктау төбе болады, тас кеткенсін, жақсы ауылжын болады, бас кеткенсін. Кәрия төрде көтқан не болады, жастардан тыныш отсай деп сөз жеткенсін деген сөз бар балам атамыздан. Құдай оны естірмесін. Біз енді асаулау адамбыз, оны естісек бізге қиын болатын шығар. Бәрекелді ата. Жалпы кез келген кітапты салмағына, мұқабасына, қалыңдығына қарамайды екенсіз. Ішіндегі сөзінің салмағына қарай үйіңізде жинайды екенсіз кітап, дұрыс па? Енді мынау өзіңіздің кітаптарыңыздан бөлек сіздің кітап сөреңізде қандай кітаптар бар? Бүгінгі жастарға қай кітапты, кімнің кітабын оқуға кеңес берер едіңіз өзіңіз? Енді мақтаныш болмасын, балам, мен айттым ғой, мен өзі әлгі жаман сырын айтам деп шынын айтады деген шырағым Гүлжауһар. Менің көп өмірім жүргізуші болған адаммын балам. Қолым қарамай болып. Автобазда. 30 жылдан астам өмірім сол жерде өтті. Өмірімнің гүлденген шағы. Екінші, кейін денсаулығыма байланысты сол мекемеде кезекші механик деген мамандық болады. Сонда механик болып отырдым. Сондай мамандығым бар еді. Айтайын дегенім, балам, көңшілдігім жоқ ешкімге. Мен мынау оқу орнын бітіргеннен кейін көп замандастарым нәсіп болып университет, институтқа түсіп кетті. Сонсын мен енді мынау азаматтар жоғары білім алып келеді, жақсы болады ғой. Мен енді нәсіп болып оқи алмадым ғой. Қазақша айтқанда мен сол кісілерден қатып кетпеу үшін не істеуім керек? Мен өзімді өзім жемдеп, өзімді өзім суарып, өзімді өзім баптап, мейлі діни сала болсын, шамам келетін, мейлі әдебиет болсын, мейлі басқа сала болсын, соны оқуым керек деп, мақтаныш болмасын, мен бір сыпыра кітаптарды оқыдым балам. Сөйтіп барып, енді теңдікке ілініп, зорға қатарға қосылып жүрген адаммын. Жалпы жаңағы жоғары оқу кешіріңіз, менің үйімде бір санағаным жоқ, шамасы діни кітаптар бар, әдеби кітаптар бар, басқа кітаптар бар, бір 3000-ға тарта кітаптар бар шығар. Бір бөлме кітап десеңіз кітапхана. Жеке кітапханамда өзімнің, сосын оның көбісін ішінде бар шығар еді, 1,5 оқылмай қалған. Бірақ көбісі сол менің көзімнен. Мысалға қария, солардың шарапаты шығар еді. Омар Хайамның өзінің жазғандары, қайырғандары, одан мынау Әлшер Науайдың не деген керемет шумақтары бар. Сол ескінің кітаптарынан осы өнер қуам, осы өнерге жүрегі бұрып, бүйрегі бұрып тұратын азаматтарға қай кітапты оқы деп айтар едіңіз? Менімше, қазір енді мынау ел болғаннан кейін елдің ішінде жақсы ақындар, жақсы нелер бар ғой, өнерлі кісілер бар ғой. Менің жеке пікірім, ескі кореялардың сөзі менімше салмақтырақ сияқты балам. Соларда сал. Әлгі қазақша айтқанда бір ғанар сабаннан бір қос уыс бидай алмағандан кейін өңкей сабан не керегі бар, солай емес пе? Оны оқып, мына Гүлжауһар жаңа қызым айтқандай оқыған адам ішінен бірдеме алу керек қой, солай емес пе? Оның ішінен бірдеме үйрену керек. Ғабиден Мұстафин ағамызды мен жақсы көрем. Ол кісі менің рухани ұстазым деп есептеймін. Бір мәрте амандастым, бірақ рухани ұстаз, сырттан рухани ұстазым деймін. Мынау Қадыр ағамыздың мысалы мен өлең жинақтарын жақсы көремін. Осындай кісілер бар ғой енді. Өзімнің ұстаздарымның. Сіз секілді атасы бар немерелер қандай бақытты деп отырмын мен іштен. Рахмет. Енді жаңа айтып қалдыңыз, бір өкінішім бар, қатарластарым жоғарғы оқу орнының қабырғасында кетіп бара жатқанында мен ауылда қалып қойдым деп. Бірақ енді сіз сол оқу орнының білімін алмасаңыз да өмірдің сабағын алдыңыз. Өмірдің институтын аяқтады деуге, тәмамдады деуге әбден болады ғой. Рахмет, айналайын. Жаңа бата туралы шүкіршілік. Бата туралы біраз әңгіме болып қалды, ата. Сіз осы бата қайырудан сайысырға да қатыстыңыз, талай? Қатыстым, Бас жүлдені біраз жыл бермей келдіңіз. Бас жүлде алдым, Қатарластарыңыздың жаңағы несі қандай еді шамасы? Ой, қатарластар шырағым Гүлжауһар үлкен ақсақалдар еді. Жаңылмасам бір 2010-да ғой деймін, ұмытып қалдым. 4-5 жыл болып қалды. Мына Жеңісбек Мәуленқұлов ініміздің басшылығыменен сондай бір не болады деп, шара болады деп шақырды. 1,5 болмаса үлкен кісілер екен. Шамамда 90-ға барып қалған ағаларымыз бар еді. Жасы сіздер болып тұрсыздар ғой жастар ішінде? Соның менен жасы біреуі ғана жастау еді де, қалғаны шамамда үлкен кісілер еді. Нәсіп болған шығар енді. Оның мен бір білгіштігімнен немден емес шығар енді, бір нәсіп болып
Сондай болған шығар. Алмат дейді ғой өзбек ағайын. Мынау енді оңтүстіктің талай көрермендері көгілдір экранға қарап көз тігіп отыр. Оның қатарында сіздің жаңағы қатарластарыңыз да болуы мүмкін ғой. Сондықтан бір әдемі батаңыздан қайырсаңызшы. Жақсы, айналайын. Біз қол жайық. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сұрасаңдар шырағым бата берейін, іштен болсын мерейін, ықыласпен қол жайсаң, ақ тілекті төгейін. Бауырларыңыз бүтін болсын, кетпейтін шырағым құтың болсын. Дастархандарыңыз кең болсын, абырой атақтарыңыз алатаумен тең болсын, айналайын. Ел аман болсын, тыныштық заман болсын. Балалар бақытты болып, бәрі де Құдай қаласа, ел сыйлайтын, халық сыйлайтын үлкен адамдар болсын. Жаратқан егем еліміздің шетін жауға бастырмасын, елдің ішін дауға бастырмасын. Елден бірлік кетпесін, ерден тірлік кетпесін. Ел еңселі болсын, келешек кемелді болсын. Құдай еліміздің баурайына бақ берсін, қойнауына құт берсін. Еліміздің туы жығылмасын, туы ұстап тұрған ұл жығылмасын. Еткен еңбегіміз өнімді болып, жасаған өмірімізді Алла Тағала көңілді етсін. Алла Тағала баршаңызға да, мына теле көрермен жолдастар, ағайындарға да көрген қызықтарынан көретін қызықтарын көп қылсын. Айтқаныңыз келсін. Кореяда батаны сіз жаттайсыз ба, жоқ жазасыз ба өзіңіз? Жаттаймын ғой, енді жаттаймын да, кейде Құдай аузыма салса түртіп қоясыз. Енді сіз анау кеңес өкіметін көрдіңіз ол заманда. Бұл заманда Құдайға шүкір көріп біліп келе жатырсыз. Тәуелсіздік алғанымызға биыл 25 жыл. Иә. Бүйтіп қарасаңыз 25 жыл деп жаңа айттыңыз ғой, етек жеңімізді енді жинап жатырмыз деп. Иә. Сол уақыт пен қазіргі уақытты бір салыстырып көрсеңізші. Заман өзгерді. Заман өзгерді. Адам өзгерді ма? Дұрыс айтасың, балам. Мынау кім деген атамыздың бір айтқан сөзі бар, балам, Гүлжауһар. Файзулла Сатыбалдыұлы деген Алашорданың белді мүшесі, хабарларыңыз бар жоқ па, Міржақып Дулатовтың жиені болсы. Сол кісі айтады бір сөзінде өзінің заманында: ей қазағым, кештің тағдыр күрделі, сендей болсын болса бір ұлт зерделі, құрбандығың болар едім жолыңа, ел болсаң сен өз алдыңа іргелді. Мені сол кісілер арман қылып, көп аталарымыз көз жасы көлдей болып, көп әжелеріміздің көз жасы селдей болып, керек болса кейбіреулері өзінің өмірін бағыштап кеткен тәуелсіздікке Құдайға шүкір біздің ұрпағымыздың қолы жетті, балам. Сондықтан бұл біз үшін үлкен бақыт. Осы бақыттың біз қадірін білуіміз керек. Әрбір азамат, әрбір азаматша меніңше қолдан келгенше осы елдің көркеюіне, осы елдің гүлденуіне білімі жеткенше, ақыл парасаты жеткенше қызмет жасау керек деп ойлаймын. Ал енді өткен өмір деп жатсыз, Совет өкіметіне біз бәріміз де, жаңа өзіңіз айтқан, сол дәуірде туған ұрпақпыз. Мысалы, мен өткен дәуірге өкпелі адам емеспін. Ол дәуір сондай болды. Ол қалқадарынша бізге білім берді, жұмыс берді, басқа берді. Оның да уағында өзінің қызығы болды. Бірақ меніңше ол дәуірдің, менің жеке пікірім, біздің халықтың салтына, санасына, дәстүріне, тіліне, дініне байланысты әрине кемшілігі болды. Мұндай болып сайрап отыру қайда еді ол уақытта? Мұндай сайрау жоқ, балам, ол уақытта сайраймайтын едік бүйтіп, шынын айту керек. Міне Құдайға шүкір, мына Құдай осы тәуелсіздікті Құдай мәңгі етсін, еліміз аман болсын, халқымыз тыныш болсын. Осындай сайрап жүре берейік, балам, Құдай қаласа. Өздерің аман болыңдар. Рахмет қария. Өзі елдің арасында сөз көп, ел құлағы елу дейді ғой. Төрдей мекеменің басшысы болып отырып, қарамағына біреу жұмысқа тұратын болса, руы кім екен, жүзі кім екен, қай атаның баласы екен дейтін жершілдікке, рушылдыққа қалай қарайсыз қария? Мен аталар да бар, сол отырып алып, бір шай ішіп отырып, ұруды айтып, басқа жақтай. Мен өз басым ұрушылмын деп есептемеймін. Ұруын білгенге қарсы емеспін. Ұлтшылмын деп өзімді есептемеймін, ұлтын біліп жүрген қарсы емеспін. Өйткені ол білу керек, солай ма? Әр адам өзінің тегін білу керек, басқасы. Мұстафа Шоқай атамыз жаңылмасам айтқан, хабарларыңыз бар шығар. Кімнен таяқ жегендей біздің түріктің баласы, алдырып жүрген дұшпанға аузының аласы деп.
осы кісіден артық айта алмаймын. Жалпы сіздің ізіңізді жалғап, өнеріңізді жалғап жүрген жаңағы ұлдарыңыздың біразын айтып өттіңіз. Немерелеріңіз де бар, арасында? Немерем бар, Құдайға шүкір, мана немерем біреу келіп отыр. Студиямызға Мақтаралдан сіздің немереңіз де келді. Шәкірттері де келіп отыр. Шәкірттері де келіп отыр. Сол балалардың бір өнерін тамашалайық онда. Тамашалайық, рахмет. Сіз қарсы болмасаңыз. Рахмет, айналайын, мен қарсы емеспін. Мен Оразғожа атамның немересі болғаныма мақтан етемін. Яғни осындай кісілердің немересі болғаныма мен үнемі мақтан етемін. Ал енді менің бүгінгі оқитын өлеңім Мырзашөлдің Нұрғисасы ұстазым Бөрисаға арналады. Әрқашан жақсылықтан күдер үзбей, пәк сәби секілді әркез күлерсіздей. Мәпелеп баласындай шәкірттерін, ұстаз кем, сіз секілді тірер сүзбей. Жастардың өшірме деп санасынан, Моцарт, Шопен, Баққайдың саласынан, Тәттімбет Құрманғазы ақбала боп, күй төктің домбыраның сағасынан. Нәр алып ұлы шамғын күйіңізден, несібең елден депті сыйың түзден. Атбасын әди арнап Мұхтар Тәушен, Нұрғиса тұздан тәтті үйіңізден. Пір тұтып тілендейіп Нұрғисана, еліктеп 40 жыл тарттыс әлхисана. Атанған Мырзашөлдің Нұрғисасы, бүгінде кім білмейді Бөрисаны. Ата, жалпы өнерлінің өріскен деп жатады. Немереңіз міне өзінің ұстазына арнап тамаша жыр шумағын төкті. Үлкен рахмет етеміз енді. Қария арнайы уақыт бөліп студиямызға келгеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз, рахметімізді айтамыз. Қадірменді көрермен, бүгін бізде Ақтолғайда қонақта болған ақын, жыршы, термеші, 14 жасынан домбыраны арқалап жанына серік еткен Мақтаралдың тумасы, бұл күнде Мақтарал ауданының құрметті азаматы, қазыналы қариясы Оразқожа Бекахметов көкеміз келіп отыр. Үлкен рахмет, айналайын, мені құрметтеп, сыйлап шақырғандарыңызға. Ауыл аймағының бота тайлағының ғана жаңағы қамын ойлап жүрген жоқ, бүкіл елдің мәселесін ортаға салып, бүгін әдемі берген сұхбатыңызға үлкен рахмет айтамыз. Үлкен рахмет, көп жасаңдар, айналайын. Бақытты болыңыздар. Қымбатты көрермен қауым, біздің студиямыздың қонағы болған жаңа әріптесін таныстырып өтті. Оразқожа Бекахметұлы болды. Айналып апта келгенше, сіздер де біздер де аман сау болайық.